Баршаңызға қайырлы күн, менің құрметті көрермендерім, менің арнама қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздермен осындай өте дәмді болып шығатын, духовкасыз дайындалатын торттың рецептін бөліспекшімін. Олай болса, видеоны соңына дейін қарап, менің арнама тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Қажетті ұнымызды осылай ыдысқа салып аламыз да, үстіне қажетті сары майымызды салып, осыны теркадан өткізетін боламыз. Теркадан өткізіп болғаннан кейін осылай қолымызбен ұн мен майды бірге үгітіп араластырып бір қалыпты осындай ұнтақ дайындайтын боламыз. Енді крем дайындауға кірісеміз. Жұмыртқаның үстіне қант, кукуруз крахмалы және де какао порошогын салып, барлығын осылай венчиктің көмегімен араластырамыз. Түйіршіксіз бір қалыпты масса шығаруымыз керек. Осылай шамалы араластырып болғаннан кейін сүтті құйып, тағы да жақсылап араластырамыз. Дәл осындай сұйық масса пайда болады. Енді осы сұйық массаны өзіміз қазір отқа қойып, қайнататын ыдысымызға құйып, отқа қоятын боламыз. Газдың астын қатты қойып, осылай үздіксіз араластыра отырып, осылай қоймалжың крем дайындаймыз. Енді осы кремнің үстіне сары май немесе сметана саламыз. Кремді дайындап болғаннан кейін осындай сковородкаға жаңағы біздің дайындап алған ұнымызды салып, жақсылап осылай қызарғанша қуырамыз. Қызарып осылай әдем болғаннан кейін үстіне қант ұнтағын салып, тағы да 1-2 минуттай осылай араластырамыз. Енді осындай формаға немесе кез келген шұңғылдау ыдыстың ішіне салып, осы біздің тортымызды жинайтын боламыз. Кремнің негізінде сұйықтау болғаны жақсы. Сол кезде мына ұнтақтар кремге әдемі сіңетін болады. Крем сұйық болуы үшін осылай крем дайындап болғаннан кейін үстінен сүтімізді құйып, аздап тағы да венчикпен араластырамыз. Сол кезде сұйық крем пайда болады. Мүмкін сізде осы тортты жасап жүрген боларсыз. Сіз қандай креммен жасайсыз және де сізде қалай шығады? Сіз маған қандай кеңес берер едіңіз? Соны төменде комментарийға жазып қалдырып кетсеңіз болады. Осы дайын болған тортты мен холодильникке түннен азанға қалдырдым. Енді азанда кесіп, торттың дәмін көріп жатырмыз. Өте дәмді болып шыққан. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер сіздерге осы видео ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де WhatsApp, Instagram желісінде достарыңызбен бөлісіңіздер.